Баршаңызға сәлем, сіздермен тілгеспек жоқ, және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жайпышева. Кезектен тыс президент сайлауына бір ай қалды. Мемлекеттік Жас Алаш газеті Тоқаевтың жауы қазақ деген мақала шығарып, президенттің өзі болса қаңтар қырғыны кезіндегі бұзақылар мен лаңкестерден батыр жасаудың қажет жоқ дейді. Тоқаевты мадақтайтын жазбалар көбейді. Саясаттанушы Шалқар Нұрсейіт болса, Тоқаев командасының креативін сынады. Жақында ғана ғылым министрі Саясат Нұрбек студенттерді сайлауға қатысуға мәжбүрлемейміз десе, университеттердің көбі олардың тіркелген қағазын сұрап, сайлауға қойшы айдауға дайын тұр. Елім дейтін басшы болмаса, қолдау қайдан шықсын? Қазақстанның президенті бола тұра қазақ тілінің мүддесін қолдауға құлшыныс танымаған Тоқаев қайтадан жұрттың жағасын ұстатты. Кеше қазанның 19 күні өз айтқан жұртшылықпен кездесуіне барды. Ол онда қаңтар оқиғасына тоқталып, заң мен тәртіп қайғылы қаңтар оқиғасының қайталануына жол бермеуге мүмкіндік береді деген Тоқаев оқиғадан сабақ алу керек, бұзақылар мен лаңкестерден батыр жасаудың қажет жоқ. Бұзақыларды, кісі өлтірушілерді, тонаушыларды қолдауға тырысатындардан сақ болу керек дейді. Олар халқымыздың түпкі мүддесіне мүлдем сай келмейтін жеке мақсатты көздейді. Жуық арада мемлекетке сатқындық жасағандар, екіжүзділік және қорқақтық танытқандар сот алдында жауап береді. Қайғылы жағдайға жол берген немесе арандатушылық әрекет жасағандардың істері бойынша тергеу жалғасады дейді Тоқаев. Тоқаевтың бұл айтқан сөздері 86 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейінгі айтылған сөздермен тұспа-тұс келеді. Ол кезде желтоқсаншыларды халықтың жауы дегені есімізде. Қаңтар қырғынының қайталанбауына жол бермейтін Тоқаев айтқан заң мен тәртіп қайда? Есіңізде болса, жақында белгілі бір күштердің жетегіне ерген және кішігірім қылмыстар жасағандарға рақымшылық жарияланғаны айтылған еді. Азаттық дерегінше құжатқа сәйкес 1,5 мыңнан астам адам амнистияға іліну мүмкін. Дегенмен, рақымшылықтың мемлекетке сатқындық жасау, жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыру, жемқорлық, терроризм, экстремизм, азаптаумен байланысты қылмыс жасағандарға қатысы жоқ. Құқық қорғаушылар бейбіт халыққа оқ атқан, күштік құрылым өкілдері амнистияға іліну мүмкін деген қауіп айтып, дабыл қаққан. Олардың айтуынша рақымшылық туралы заң жобасына адам өлтіру бойынша айыпталғандар ілінбегенмен, кездейсоқ адам өлтіру, қорғану мақсатында оқ ату сияқты баптар бойынша айыпталғандар ілінген. Осылайша алаңға шыққан қарапайым халық қамалып, ауларды атқан, азаптағандар оп-оңай бостандыққа шығып кетуі мүмкін. Айтпақшы, мәжіліс депутаты Гүлнар Бижанованың айтуынша қаңтар айында зардап шеккендерге келтірген залал өтеліп жатыр. Оның сөзінше, халыққа әлеуметтік, қаржылық және өзгеде көмек көрсетіліп отыр. Бірақ қаңтар оқиғасы кезінде Ермек Әбдірештің көзіне резеңке тиіп, көз жанарынан айырылды. Көзіне операция жасау үшін халықтан көмек көрсетіліп, қаржы жиналды. Қаңтар кезінде күйеуінен айырылған 7 балалы анаға халық ақша жинап үй салып берді. Одан бөлек күйеуінен айырылған ана балаларын асырау үшін қаражат керек екенін айтты. Жалғыз баласынан айырылған ана ақшаның жоқтығынан баласының атын ақтап шыға алмайтындығынан қорқып жүр. Мұндай жағдайдың көп екеніне сөз жоқ. Депутат айтқан көмек кімдерге көрсетіліп жатыр сонда? Президенттің сөзін сөйлейтін газеттер болса, елдегі проблемалардың барлығын биліктен емес, қазақтан көріп отыр. Жақында ғана билікшіл Жас Алаш газеті Тоқаевтың жауы қазақ деген мақала шығарыпты. Онда не жазылғанына Азаттық журналисі Аян Қалмұрат өзінің Журфак телеграм арнасында талдау жасапты. Оқып шықтым. Автор президент Тоқаевқа жағымпаздан сөйлегендерді сынайды. Бір қарағанда мақал ескі жүйеге оралмауға үндегендей көрінуі мүмкін. Бірақ зер салып оқысаңыз, автордың өзі де Тоқаевтың астына көпшік қойып жатқанын түсінесіз. Автор мақалада Тоқаевтың атын сирек айтады, бірақ әр атағанда бір мадақ. Мәселен, Қасым-Жомарт Кемелұлы президент болған алғашқы кездері жағымпаздармен жалбақтағанды ұнатпайды екен. Ол кісі ондай жылтырларды бір көріп байқап қояды екен деген сияқты әңгіме жиі айтылатын дейді. Және бір тұсында жағымпаздар жарыса бастады. Назарбаевтың кезіндегі тәтті теңеулерден шаршаған халыққа мұндай қызыл сөз өтпейді де қазір. Оны Тоқаев түсінгенімен жағымпаздар қоймайтын сияқты деп жазады. Автор не айтқысы келгенін түсінікті шығар. Тағы да бір цитата келтірейін. Тоқаев ешкімге мені мақтаңдар, алтынға, капитанға теңеңдер демегені анық қой дейді. Осы тұста Тоқаев командасының президентті ақылы блогерге мақтатып, ол туралы сыни материалдарға боттарды айдап, күш жетпегенін бұғаттауға тырысып, ютубқа қамқорда қаһарман туралы жарнама жіберіп, шетелдік сарапшыларға мақтатып қоятын тірлігі есіме түсті. Әрбірден соң президенттің алдында айтылатын әр сөйлем мұқият тексеріспен мақұлдадан өтетінін билікшіл бақта істейтін журналистің бәрі біледі. Журналистің бұл мақаласы жағымпаздықты әшекерлеу емес,
көпшілік онсыз да сынап жатқан адамдарға өзі де тас айтқандай болып, Тоқаевты жағымпаздықты сүймейтін, жылтырды бірден танитын, өзін ешкімге мақтатқызбаған адам етіп көрсету амалы. Мақтауға қарсы Тоқаевты ескі жүйенің жағымпаздардан қорғау керек дегендей ой айтады. Мына сөйлемде онысы анық көрінеді. Жағымпаздар күні кеше мақтап жүріп, Назарбаевты жардан ұшырып жіберген. Бүгін солар Тоқаевқа ауыз сала бастады. Бұл достық емес, қастық мінез дейді. Сайттар бұғатталып, тәуелсіз журналистер қамалып, белсенділер қудаланып жатқанда, Тоқаев өзі туралы сын естуге мүдделі адам деген мазмұндағы мақала оқығанда біртүрлі қысылады екенсің, дейді Аян Қалмұрат. Ал саясаттанушы Шалқар Нұрсейіт Тоқаев командасының креативін сынады. Қазақстан тарихында әлі қанша автократ президент болатынын ешкім айта алмас. Бірақ дәл қазір мына нәрсені нақты айта аламыз. Ең дарынсыз, креативке кедей, қарабайыр әдістен ара аса алмайтын саяси технологтар командасы ол Тоқаевтың командасы. Ол шоумен Қоянбаевтың 2 жыл бұрынғы популистік постының астына Тоқаевтың ресми аккаунты атынан популистік комментарий қалдыруды тек Тоқаевтың командасы ғана ойлап табалады дейді. 1,5 ай бұрын Тоқаев сайлау алды кампаниясын аймақтарды аралаудан бастады. Сол кезде Тоқаевпен амандасқысы келген азаматтарды президенттің оққағарлары тоқтатпақ болғанда Тоқаев тиме деп бұйырып, халықшыл басшы болып көрінуге тырысты. Ол тактиканы ойлап тапқан саяси технологтардың бар креативі сол екен ғой деп қоя салған едік. Сөйтсек, одан өткен креатив оларда әлі баршылық екен. Енді Тоқаевтың керемет композиция, Диерстің бірі менмін деген комментін Димаштың 3 жыл бұрынғы постасынан. Грэмми құтты болсын, тамаша ремикс, жырта бер деген комментін Иманбектің 1,5 жыл бұрынғы постының астынан көретін сияқтымыз. Тоқаевтың командасы қолынан мокюментари жасау келетініне көзіміз әбден жетті. Рахмет жолдастар, сарқылып біттіңіздер, шаршадыңыздар, демалыңыздар. Бізге енді шоумендер мен креативщиктер керек емес. Бізге саяси бәсекеден қорықпайтын, сөзіне жауап беретін, жауапкершіліктен қашпайтын, жеке баспен әулеттің мүддесінен елдің мүддесін жоғары қоя алатын азаматтар керек. Бүгінгі жаңалықтың барлығы Тоқаевтың аясында. Тоқаев өзге тілден бас тартуға болмайды дейді. Қазақ тілін пайдаланып, саяси ойындар жүргізудің қажет жоқ. Осындай теріс түсініктер кейбір елдерді қасіретке ұшыратты. Мемлекет қазақ тілін қолдау үшін тиісті шаралар қолданып жатыр. Бұл бағыттағы жұмысты жалғастыра береміз. Өз тілімізді өзіміз ұлықтауымыз керек. Бұл өте дұрыс, бірақ өзге тілден бас тартуға болмайды. Өз тілің бірлік үшін, өзге тіл тірлік үшін деген сөз бар. Біз тіл саясатын байыппен жүргізуіміз керек. Сонда ғана көздеген мақсатымызға жетеміз дейді. Есіңізде болса, Тоқаев бұған дейін 7 қазан күні Санкт-Петербургте ТМД елдер басшыларының бейресми саммиті өтіп, Путиннің мәліметінше Тоқаев жиында ТМД жанынан орыс тілін қолдау және дамыту бойынша халықаралық ұйым құруды ұсынған. Бұл туралы Кремль сайтында Путин президент Тоқаевқа алғысымызды білдіреміз. Менің ойымша, бұл бәріміз үшін маңызды. Себебі орыс тілі сөзсіз мемлекетаралық араласу тілі. Біз әрине Қазақстан президентінің ұсынысын қолдаймыз және өз тарапынан бұл идеяны жүзеге асыру үшін барлығын жасаймын деген. Есіңізге салсақ, ол күн Путиннің туған күні еді. Ал Тоқаев оған ұсынысымен керемет сыйлық жасап қайтты. Путин Тоқаевтың орыс тілін насихаттайтын халықаралық ұйым құру идеясын қолдады. 2023 жылы ТМД-да орыс тілі жылы болып жарияланбақ. Мұны ол ТМД мемлекеттік басшылар кеңесінің саммитінде мәлімдеді. Оның сөзінше бұл шешім 2 жыл бұрын қабылданған. Біз оны Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұсынған және қызықты жобамен бастағалы отырмыз. Бұл ТМД қолдауымен орыс тілін ілгерілету жөніндегі халықаралық ұйым құру. Біз осы бастаманың жүзеге асуына бар күшімізді саламыз. Мұнаға назар аударғым келеді. Бұл қандайда бір күні дайындалған дүние емес. Бұл Қазақстан президентінің идеясы. Ол бұл ұсынысы жайлы менімен бұған дейін бөліскен болатын. Ресей бұл бастаманы қолдайды, деді Путин. Тоқаевтың қазақтарға орыс тілін үйреніңдер, ал орыстарға қазақ тілін үйреніңдер деп айтпағаны қай сасқаны. Бүгінге осы. Бұл туралы не ойлайсыз? Шығарылым ұнаса лайк басып, міндетті түрде пікір қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сондай-ақ біздің әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Амандықта көріскенше сау болыңыздар.